Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше бифштекс жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Картошкаларымызды ашып, осылай жақсылап турайтын боламыз. Сіздерде бұндай кескіш болмаса, әшейін пышақпен кескеңіздер де болады. Мен сәндік үшін осылай барлық картошкаларымды осылай турап алдым. Өздеріңіз көріп тұрғандай бір қасық приправа салдым, бір қасық тұзымды, бір қасық қара бұрыш салдым. Енді бұны сіздер самасаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз бойынша мен дәмді әрі татты болсын деп осылай приправаларымды салып алдым. Және де бір қасық пісте май қостым. Сұйық май. Енді сіздер қоспасаңыздар да болады. Енді осыны жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылай тәпеншемізді майлап, жабысып қалмас үшін осылай майлап алдым. Палеға төсесеңіздер де болады бұның орнына. Сөйтіп картошкаларымызды осылай жақсылап орналастыратын боламыз. Бұл картошканы майға тәпеншеге қуырсаңыздар да болады. Болмаса осылай духовкаға пісірсеңіздер де болады. Өз қалауларыңыз бойынша осылай жарты сағатқа духовкаға қоятын боламын. Қызып тұрған тәпеншеге осылай сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Қызып тұрған тәпеншемізге үстіне жуып, тазалап алған күрішімізді салып, осыған қуыратын боламыз. Сонда гарнирлеріңіз өте шашыраңқы болып, езілмей әдемі гарнир дайын болады. Осылай жасасаңыздар, осылай майымызға жақсылап қуырып алатын боламыз. Үстіне бір қасық тұзымызды саламыз. Сөйтіп, осыны жақсылап қуыратын боламыз. Қуырып болған екен, осылай өздеріңіз көріп тұрғандай, бір кесе суымды құйып, енді осыны баяу отқа қойып қоямын. Сонда гарниріміз шашыраңқы әдемі болып пісетін болады. Енді котлетімізді дайындайтын боламыз. Котлетімізді өздеріңіз көріп тұрғандай, пиязымызды жақсылап ұсақтап турап алдым. Ұсақтап турап алған екен, оның үстіне парш салып, паршымның үстіне бір жұмыртқаны жарып салып жердім. Енді оның үстіне өздеріңіз көріп тұрғандай, нанымызды суға салып жібітіп қойған болатынмын. Енді оны суынан сығып, осылай салатын боламыз. Осының салып болып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Бір қасық тұзымды салып, бір қасық қара бұрышымды салып, жақсылап араластырамыз. Осылай котлетімізді жақсылап араластырып, ұрғылап араластырсаңыздар, сонда котлетіміз бір-бірінен шашырамай, басы бірігіп, әдемі болып пісетін болады. Картошкаларымыз духовкада осылай пісіп шықты. Енді оны осылай салып алып бөлек ыдысқа, енді бұған котлеттерімізді орналастырамыз. Өте дәмді болып пісті. Өздеріңіз көріп тұрғанда, енді котлеттерімізді осылай жасайтын боламыз. Бұны да духовкаға пісіріп алатын боламыз. Өз қалауларыңыз бойынша бұны да майға қуырып алсаңыздар болады. Енді кескі ауызшарға майлы болып кетпес үшін осылай духовкаға пісіріп алсаңыздар да дәмді болып шығады. Және майлы болмай, әдемі болып котлеттеріңіз дайын болады. Барлық котлеттерімізді осылай барлығын орналастырамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай шашыраңқы әдемі дәмді гарниріміз дайын болды. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Сіздердің де гарнирлеріңіз осындай шашыраңқы әдемі болып шығады. Осылай гарнирімізді осылай пиалайға салып төңкеретін боламыз. Сонда әдемі болып төңкеріледі. Нығыздап пиалайға салып тәрелкеге төңкердім. Өздеріңіз көріп тұрғандай, енді өздеріңіз көріп тұрғандай котлеттерімізде өсіп пісіп дайын болып тұр екен. Енді оның бәрін тәрелкемізге осылай жинайтын боламыз. Ауызашарға дайындаған бифштексіміз дайын болды. Өте дәмді, ерекше болып шықты. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер.
Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осындай қасиетті Рамазан айында күнде осындай керемет рецепттер салып отырамын. Соны жіберіп алмас үшін және де бірінші болып көру үшін подписация бөліміндегі батырманы басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.